Сәлем, қайырлы күн. Қалайсыздар? Үлкен кісілер болса, сәлем бердік. Міне, бүгін кірімді жуып жатырмын. Бүгін Маралдың өте қарапайым күнделікті өміріндегі бір күндік блогы. Марал не істейді екен, етеді. Міне, кірімді жуып алдым да, жайып тастадым. Әбетке балдарға бауырсақ істеп берейін дедім. Қамыр ашытып болған мазына ерте тұрып. Сол олар бірде келеді, мен уже 12-де бауырсаққа кірісіп жатырмын. Балдарға келгеннен қарындары ашып келеді, олар мектептен. Мама деп сырас пісіріп ыстықта қояйын деп жатырмын. Келгенде ыстық қып жеп алады балдар. Осылай күнделікті Маралдың өте қарапайым блогтарына, үйдің тірліктеріне ұнаса тіркеліп кетіңіздер. Майымды құйып алып, бауырсақтарымды кесіп пісірейін деп жатырмын. Бұның қамырына сүт, тұз, дрож, кішкене май қосып бердім. Сәл әдемі болсыншы деп. Осылай асында елеп тастағанмын. Енді кесіп дайындап алып жатырмын бауырсағымды. Не уже пісіріп жатырмын. Қызыл қып пісірген ұнайды маған, өйткені ақшылдау болып қалса өзім жегім келмейді. Қызыл қып қытыр-қытыр етіп жегім келеді. Осылай бауырсағымызды қызыл қып пісіріп аламыз. Күнделікті бала шағам деп жүреміз. Қазаннан кешке міне дайын болды. Осылай дайын қып қойып кеттім мен. Асығып уже киініп алдым. Жолдасым звондады, маған шық тез деп. Жетісайға барып келеміз деп. Базарға. Өйткені біздерге күшті жаңалығым бар. Ендігі видеода айтатын боламын. Осылай светтерді, газды бәрін өшіріп кетем. Балдар келгенде қорқам үйде. Газ үйде ешкім болмаса, газды нелер тоқтарын бәрін өшіріп кеттім. Осылай міне жолда кетіп бара жатырмын Жетісайға қарай. Жолдасым екеуміз хоппа деп әне строй материалдың ішінде жүрмін ғой. Бір әйел жоқ мына жерде де, еркектер ыңғайсыз екен. Строй материалдың ішіне кіріп, керекті жарақтарымды алып, уже қайтып бара жатырмын. Ендігі видеоны күтіңіздер, не алғанымды, не істейін деп атқанымды, үйіме қандай өзгеріс келтірейін деп атқанымды видеоға сіздермен бөлісіп салып отыратын боламын.